Кайырлы күн достар. Дәмі ауызда еритін, дастарханның көркін ашатын, өте әдемі хворостардың рецебін ұсынамын. YouTube каналымда подписацияны басып, қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойыңыздар. Жаңа видео жүктегенде сіздерге хабарлама барып тұрады. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Хворостың қамырын жасауды бастаймыз. 2 жұмыртқаға 2 жұмыртқаның сарысын қосып, үстіне тұз, қант қосамыз. Араластырып, оған ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, қолдарыңызды кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Мен сіздерге бояғыш қоспаған қамырдың рецебін көрсеттім. Қызыл, жасыл, сары әртүрлі түстерді қосып, қамыр илесеңіз де болады, өз қалауыңыз бойынша. Қамырды пакетке салып, жарты сағатқа тұндырып қойып қоямыз. Мінекей, бұл қызыл бояғыш қосқан хворос қамыры. Тұнған қамырды ұн себе отырып жаямыз. Қамыр жұқыра бастаған кезде ұнды көп сеппеңіздер. Қамырды жұқалау етіп жаямыз. Өте қатты жұқа етіп жайсаңыздар, хворос сынып кетуі мүмкін. Осылай гүлдің формасымен қамырды ойып шығамыз. Енді гүлді хворостың жасалу жолын көрсетемін. Осылай 3 қамырды арасына осылай су жаға отырып, хворос пісіретін таяқша арқылы осылай видеодағыдай етіп астынан қысамыз. Қамырды тесіп жібермейміз. Тағы бір көрсетіп жіберейін. Осылай бір қамырды сулаймыз, үстінен тағы да екінші қамырды сулаймыз, үшінші бетін суламаймыз. Тура видеодағыдай жасаймыз. Және қамырды тесіп алмаймыз, тек астынан осылай қысамыз. Қызып тұрған сұйық майға қуырамыз. Екі жағынан қуырамыз. Тым ұзақ қуырмаңыздар, өйткені түсі өңі кетіп қалады. Әр хворосты бір-бірлеп қуырғыларыңыз келмесе, онда 3-4-еуін осылай араларына су жаға отырып, гүлдің формасын жасап алып, 3-4-еуін бір мезетте қуырсаңыздар да болады. Шанышқымен араларын осылай ашып-ашып жібереміз. Екі жағында қуырамыз. Енді гүлді хворостың басқаша түрін көрсететін болам. Осылай араларына су жаға отырып, қуыратын таяқшамызбен осылай басып жібереміз. Және видеодағыдай су жаға отырып, осылай жабыстырамыз. Бұл әдіс ұзақта уақыт алады. Оны да екі жағынан осылай қуырамыз. Енді орама хворостың жасалу жолын көрсетемін. Бұл хворостың қамыр илеу және қамыр жаю жолдары гүлді хвороспен бірдей. Енді хворостың ұзындығын өлшеп аламыз. Енін 4 см, ұзындығын 35-40 см етіп өлшеп аламыз. Осындай кескішпен кесіп аламыз.
Суши жеуге арналған осындай таяқшаның көмегімен қамырды ораймыз. Қызып тұрған майға енді қуырамыз. Таяқшаның көмегімен осылай айналдыра отырып қуырамыз. Ағаш күрекшенің жанында осылай айналдырамыз. Және келесі бетіне аударып, тағы да осылай айналдырамыз. Тым көп уақыт қуырмаймыз. Қуырысты майдан сүзіп алғаннан кейін осылай дұрыстап жіберсеңіздер болады. Орама қуырыстың шеттерін макқа орнатамыз. Сол үшін біз шәрбат дайындаймыз. Бал мен қантқа кішкене су құйып жіберіп, қою болғанша баяу отта қайнатамыз. Мінекей біздің шәрбатымыз қою болды. Осылай тамып тұру керек. Шәрбат дайын. Шәрбат қатты суымай тұрған кезде, яғни жылы күйінде осылай қуырыстарды малып, көкнарға аунатамыз. Мінекей орама қуырысымыз дайын. Қуырыстың үстіне құятын шәрбатты дайындаймыз. Су мен қанттың үстіне лимонның шырынын салып, шәрбат көпіршіп қайнай бастаған кезде бал қосып жібереміз. Баяу отта қою болғанша қайнатамыз. Мінекей қоюлығы осындай болып тамып тұру керек. Шәрбатымыз дайын. Енді қуырыстарды салғанға себетше дайындаймыз. Жұмыртқаға қант, шым-шым тұз қосып, өзіңізге ұнаған бояғыш қоссаңыздар болады. Бірақ бұл міндетті емес. Үстіне су қосып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Ұн қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған қамырды майлап жіберіп пакетке саламыз. Өзі пакетке жабысып қалмайды. Жарты сағатқа тоңдырып қойып қоямыз. Тоңған қамырды ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Мен табада қуыратын болғандықтан, табаның формасына сәйкестендіріп, осылай ирек кескішпен кесіп аламыз. Бұл дөңгелек қамыр сіздің табаңызға формасы сиятындай болуы қажет. Енді қамырды қызып тұрған майға салып жіберіп, 2-3 секундтай ғана ұстап, бірден оттан сүзіп алып, осындай кекстің формасына қоямыз. Жартылай піскен қамырымызды осылай формаға кигізіп, таяқшамен осылай араларын басып шығамыз. Бұл себет формасын ұстап тұру үшін бір күнге немесе минимум 10-15 сағатқа қалдырамыз. Менде 15 сағаттан кейін қатты, өздеріңіз ұстап көресіздер, қатайғаннан кейін барып формадан шешіп аласыздар. Осылай 2 себетті бірінің үстіне бірін осылай қойсаңыздар да болады, жабыспайды. Осындай форма қолдандым. Енді қуырыстардың үстіне енді жылы шәрбатымызды осылай құйып шығамыз. Қуырыстарды осылай себеттің ішіне орналастырамыз. Шәрбатты осылай қуырыстардың үстіне тағы да қосымша қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей дастарханның сәнін келтіретін өте әдемі, дәмі ауызда еритін қуырыстар жасап көрсеттім. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып, все дегенде таңдап қойыңыздар. Жаңа видеода кездескенше шайларыңыз дәмді болсын.